Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінен келген МС Қалашығы. Мынау енді көке. Ауылдан келдік. Мынау эфир болып жатыр. Жайдарман 1-4. Ауылдағыдай ашуланып, боқтап қою ау-мау жоғынан көке. Ал енді келесі сөз кезегін өзіңізге бердім аға. Ой, рахмет бауырым сөз бергеніңе. Сендер үйтіп маған түрлерің жинамай-ақ қойыңдар. Мен мына қайерде қалай сөйлеу керек екенін, өзіміздің мерамызды білеміз жалпы. Көкпаршымын негізше. Мына жерде жаңа ғана Марат ағам той басшы болып тұрады. Негіз қайерде болады Марат аға той басшы? Шымкентте ғой көке, Шымкент. Қайырлы кеш Шымкент, мереке құтты болсын. Оған бір эфирный лицо керек. Не ол кефирный лицо деген? Онда емес, кәдімгі эфирный лицо. Әдемлікті әдемлік мен сияқты. Артуш, мына сызықтан бұлай қарай өмірінде әдемілік деген сөзді естімегендер тұрмыз ғой. Біз мына базар жоқ, мына орыс апаларға көмектесеміз. Олардың өзі бізге красавчик деп айтпайды. Патолог айтатын сөзі пусть Бог тебе побережет. Или благословить дейді ғой. Тамыр, мына өмірі гәләк болып тұрса да, мына қиял әлеммен арбаттан шықпайтын тіршілік иелері кім еді? Перваштар ғой. Со перваштардың WhatsApp-тағы чатында вообще сөз еленбейтін ана сүтқоректің аты кім еді? Старста ма? Сен сондайсың. Бұл натури сондай. Сосын ана қазір группада краш деген пайда болыпты ғой. Сол мынау. Өзінше краш айтыр. Мен мына көкпардан түскен салымға оқуым төлеп, забышпен оқып жүрмін. Көке, забыш емес, заочно. Забышпен деймін. Заочно, көке. Мақыл сондай. Мына енді Марат аға, мына ерді бүгінгі той құтты болсын, мереке құтты болсын. Мына біздің балдардың сізге бір дайындаған материалдар бар екен, көріп жүріңізден. Толық келген тұлғасы батырлардай, кең иық, күлімгөз, ашық маңдай. Марат ағам белдігін қысып тартса, талай-талай сұлулар қағар таңдай. Қанекей, шап, Марат аға, мен жақсы көрем. Тамыр, бұл зор. Көбісі айтады екен. Мына жайдарманды тек қана шашын қайырбаған, мына тұштаң етіп бағандар ойнайды деп. Жайдарманды негіз достойын жігіттерді ойнайды. Сіздермен бірге болған МС Қалашығы құрамасы, рахмет, Алла разы болсын.